Желіде қаралы хабар тарады, барша қазақ елі көрсін білсін, хабардар болсын. Ассалаумағалейкум армағызақ, арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды апта бойы алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, видеоролик астына подписаться және де лайк түймесін басыңыз. Пойызбенен көлік соқтығысып, бір отбасы қаза тапты. Қарағанды облысындағы жолаушылар пойызы менен жеңіл автокөлік соқтығысып, 3 адам мерт болды. Қаза тапқандардың екеуі бір отбасының мүшелері. Тағы да оқыңыздар. Жетімдерге арналған пәтерлерде бөгде адамдар тұрған. Қайғылы уақиға 17 қыркүйек күні сағат 00:54 шамасындағы Ақадыр, Қарағанды учаскесіндегі Жарық-Дария теміржол өткелінде болған. Мазда көлігі өткелден өтпек болған кезде пойыздың астына түскен. Пойыз сағатына 92 км жылдамдықпен келе жатқан. Машинист жеңіл көлікті байқап, шұғыл тежегішті басқанымен соқтығысудың алдын алу мүмкін болмапты. Қайғылы уақиға 17 қыркүйек сағат 00:54 Ақадыр, Қарағанды учаскесінде Жарық-Дария аралығындағы теміржол өткелінде болған. Қазіргі аталған факт бойынша қылмыстық іс қозғалып, уақиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Жыл басынан бері еліміздегі пойыздардың 792 рет шұғыл тежеулері туралы берілген. Оның ішіндегі 211 жағдай адамменен, ал 725 оқиға үй жануарларымен байланысты. Белгіленген жерде өткен үшін 29.330 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Теміржол құрамымен байланысты жол көлік апаттарының 41 адамы зардап шеккен. Олардың жартысына жуығы қаза тапқан. Құрбандар арасындағы кәмелетке толмаған балалар да бар. Мамандардың айтуынша, апаттардың негізгі себебі қауіпсіздік ережелерін елемеу. Көп жағдайда адамдар рұқсат етілмеген жерден өтіп, тіпті мас күйінде теміржолға шығып, өз өмірін қатерге тігеді. Жалпы, ел аумағында жол көлік апаттарының да күрт өсуі байқалады. Биыл олардың саны 42%-ға артқан. Жыл басынан бері 22,5 мың астам апат тіркеліп, 32 мыңнан аса адам жарақат алды. Жүгенсіз жүргізушілердің әрекеттерінен 1446 адам қаза тапқан. Оның ішіндегі 209-ы балалар. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып сау саламатта болыңыздар.